Ақынғали, Фархат менен Шараға, Сәуле менен Бекенге, Нұрлан менен Гүлнарға, арғы беттен тағы бар, ашсаңшын шөп тұрмасай, оның бәрі ақша ғой. Согласниктер тағы бар, Асқар менен Қарашаш, Асқат менен Гүлхатқа, Ержан менен Ардаққа, Болат менен Гүлнарға, Қали менен Қасымға, Альфия мен Мишкаға, Орка менен Бақытқа, Гүлда менен Миратқа, Ұлжамал мен Табышқа, Гүлнар менен Мейіржан, Қанабек пен Гүлшатқа, Санат менен Асқарға, Райгүлдер тағы бар, Серік менен Розаға, Кәкім менен Жанарға, еркіндер сәлемет ризада болсын, әлі Тағы қалып қойды, бір-біртіндеп атайын, Гүлназ менен Ержанға, Жанар менен Айдаға, Абзал менен Айнұрға, Әлішер мен Асқарға, Мақсат менен Әлкерім, Елмира мен Бекенге, Сабираға сәлемет ризада болсын, Аңсар менен келіннің достары бар осында, бір-біртін деп айтпайын, түрін түстеп жатпайын, доспын деген жан болса, шығып келіп дастасын, тастасын, жақсылыққа бастасын, осындағы достарға жақсылап бір сәлемет ризадай болсын, әлемет. Әуелегі үркер-ай, түйесін қомдап тіркер-ай, ерінбесен келіншек, осындағы көпшілік, соларға дау сәлемет ризада болсын, әлемет. Ал бәрекелді ардақты ағайын, сіз болсаңыздар бізде болдық, енді осы уақытқа дейін мен бір 82 келінің бетін ашқан шығармын, Құдайға шүкір. Мен бетін ашқан келін, обязательно ұл, не болмаса қыз туады. Сондықтан енді мен осы жолы ақтая қояйын деп тұрын. Тас түскен жеріне ауыр, сондықтан енесі Гүлнар апамыз келіп осында домбырамен әу бисмилля менің қолым емес, Бибатима пірімнің қолын деп ашып, маңдайынан сүйіп осында, иә? Жоқ, оны кейін аламыз деп ой дейміз. Мен оны ұмытпай басқаны ұмытсам да. Дұрыс, қарымды біле. Домбыраны бер, менен ақшаны бер, домбыраны алайын деп жатырмын. Давайте барды жасап кетейік, ақыры. Ау, ал ағайын дайынсыздар ма? Әу бисмилля менің қолым емес, Бибатима пірімнің қолы. Келген қадамына нұр бітсін айналайын. Екінші бетін ашамыз, бәрекелді. Маңдайдан сүйейік. Қошемет, құрметтеріңіз қадірлі ағайын. Ой, андағыз банкқа сақтап қойыңыз. Екіншісінде бір қошемет, құрмет көрсетіп қойыңыздар, ардақты ағайын. Аңсар қайда? Ой, Аңсар келіңіз. Қолынан ұстап, бөлме қарай бір қадам алға шығыңыздар екеуіңізден. Шапалақпен, қошеметпен. Келіңіздер. Аңсар, екі қолыңды бүйтіп жоғары көтерші. Аңсар, қолға кісен, аяққа тұсау, басқан ноқта түскен күн құтты болсын енді. Біз де сіздей болғанбыз, сіз де біздей боласыз деп қазақ бекер айтпаған. Сондықтан да енді балаларымыз осындай, сондықтан қадықтағайын енді бүгін осында біраз адам жинап отыр. Сондықтан да мен қазір құттықтау рәсімін жасасам, барлығы келіп келінді құттықтаса, аппаққарда келініміздің беті қасқыр талағандай болады. Сондықтан да сіздер мүмкін болса қазір мына ортаны жарып жіберіп, бүгінгі кештің қозы көрпеші, Баян сұлуы, Кішібегі, Төлегені, яғни екі жасты үлкен төріне шақыруға рұқсатыңыздар. Дұрыс па? Ең бірінші осындай болсын. Kafalar pek boşa ettim, koydum ben.
4-cü, 5-ci, 6-cı dasturxan Ulu Mərtəbədə qurulur. Sizin dasturxanlarınız. 1-ci dasturxan Almaqdan gələn əməkçilik. Sizin dasturxanlarınız. 2-ci, 3-cü dasturxan bizim Emel ağamızın dostları. 2-ci, 3-cü dasturxan. Hörmətіңіздер. Және де артқаларға, сол қабаттарға, туған туысқандар, ағайын туысқан ағаштар, аға әпкелер, hörmətіңіздер. Hörmətіңіздер, қадірлайын. Сіздер отырған жердің барлығыны төл, әркім өз отырған жер төлдей көрсін, төлден білсін деген бізге ертеміз. Келіңіздер. Дастарханға жайғассаңыз, жаңбырменен жер, батаменен елге көрер деген ұлы халықтың ұрпағымыз. Әумин деп қолымыз жайып, еңбектеген баладан еңкейген қаяға дейін, бүгінгі 2 жасқа деген, бүгінгі дастарханға деген, бүгінгі асқа деген бата сұрауға рұқсат етіңіздер. Әумин деп қолымыз жайып, біздің аңсардай ұлымыздың үлкен атасы Байрам ата, орныңызға отыра беріңіз аға. Hayallerin çok olsun, hayallerin çok olsun. Hayallerin çok olsun. Söylemenin gibi araştıran olsun. Ulan, denizin sağlığı, o söylemenin iki yılda ölçüm ediyor. Ne yapıyorsun? Atadan giderek aldarımızдағы Angliyaның арағынан, Швецияның шампанынан, Венгрияның виноsundan, ішетіндеріңіз генерал дейді, ішпейтіндеріңіз минерал дейді. Винодан ішіп киноға түсіп отырмыздар ағайын. Бүгінгі тойда ішке сусындарымыз бен жеген тағамдарымыз бойларымызға шипа болып таралсын деген ниеттеміз. Той құтты, әр шаңыраққа жығысты болсын. Олай болса, бүгінгі Абай атамыз туғанда дүниесінің ашады өлеңмен текер айтпаған шығар. Бүгінгі салтанатты тойдың, дүбірлі тойдың, еділі тойдың әдемі пердесін әнмен ашатын Сүйінбай ата атындағы филармонияның әншісі Ләззат қыздарымызды ортаға шақырып әдемі ел туралы, жер туралы әдемі әнмен ашуға рұқсат етіңіздер. Ләззат қыздарымыз. Musulman oldu sarmak bile
еңбек сіңірген Рамазан Исламғазиев ұлдарымыздың шәкірті Ләззат қыздарымыз қошемет құрметпен қойып осы жетісу жерін әңгіме біліп жүрген қазақтың атақты қызы серінің серілігі елде қалар, ат көлік армананы көлде қалар, ағайын тіршілікте сырласып өт, қадірлі алтын басың жерде қалар. Бұлбұлым мың күніме татиды, осы отырған бір күнім деп атам қазақ бекер айтпаған шығар. Шығыстың бір ғұламасы айтқан екен, өмір деген мәңгілік ұйқының алдындағы сәл ғана серуен деп. Осы сәл серуенде ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырып отырған жандар, сіздер бақытты жандардың бірісіздер деп бұған. Олай болса, бүгінгі тойдың томағасын сыпырып, беташар тілекті айтатын осы әулеттің үлкендері, яғни ата әжелеріміз, алтын құрсақ абыз кеуде аталарымызды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Төрден орын алып отырған біздің Алатаудай үлкен қадірлі ағамыз Байтұрған ағамызды, Аманбай аталарымызды, және де апалары Зағия, Бейжанына, Алман, Саруар, Мариям, Гүлжан, Кеңес ағасын, және де тәтесі Гүлсімхан әпкесін үлкен қошемет құрметпен той төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Келіңіздер құрметті ата, әжелер, әпке, ағалар. Анау бала ана балаға бармайды, бала анаға барады ғой. Мен өзімге дейін ба де, елдің алдына шығып айтасыз ба? Елдің алдына. Аналарға бір шапалақ қояйықшы ата-ағайын. Алтын құрсақ абыз кеуде аналарымыз, құрметіңіздер. Ал енді құрметті аға, абалар, аналар, бүгінгі немерелеріңіздің тойы құтты болсын. Осы әулеттің үлкендері де екі жақтың да басын қосып, бастарыңызды қосып бірінші тілекке тойдың томағасын сыпырып, беташар тілек айтып беруге өздеріңіз жөн көрді. Сондықтан да микрофон ұсынуға рұқсат етіңіздер. Кімнен бастайық? Аға. Жастар, жасалатқан той құтты болсын. Өмірімізге өмірімізде шаңырақтары биік болсын, жасамасы биік болсын, өмірде екеуі қол ұстасын, бақытты болсын. Ұрпағы жүрсін. Azalak olsun. Yer olsun. Ağzınızı olsun. Yaşları uzak olsun. Önünde bahtlı olsun. Bir sağ olsun. Ama sen dostlaşmışsın oluyor. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келген қадамдарыңа гүл бітсін. Менің екі қуанышыма келіп барлықтарыңызды құрметтеп отырсыздар. Сіздердің де үйлеріңізде осындай кең той болсын. Екі балам бақытты болсын. Достарының алды болсын. Жолдастарынан келіп қалмасын. Жолдастарын сыйлап, ата-аналарын сыйлап жүрсін. Аспандар ашық, күндері жарқырап, күн құсап, алдында ойнап күліп жүрсе, менің арманым сол. Сол үшін көп қоймам рахмет екі алтыным. Жасым ұзақ болсын жандарым. Мына құрметті тойға жиналған көпшілік қауым, бүгінгі мына облысымыздың үлкен ғимаратында біздің
атаданның айып жоқ деген біздің барақ атамыздың әулетінің үлкен тойы болып жатыр. Осы тойға барлық жанашыр, туған, туысқан жолдастарылары келіп, аңсардың қуанышын ортақ болып жатырмыз. Енді мен айтайын деген мәрзімді таныстырып қояйын. Мына жақта құдаларға айтатыным осы мына бүгінгі тойымыз қорғаласып құтты болсын құдалар, сіздердің жолдарыңыз ақ болып, қадамдарыңызға нұр жаусын дегім келіп өзімді таныстырып қойсам, осы әулетте енді жаңа тамадада айтып жатыр, өлі риза болмайды, тірі баймайды дейді. Мен осы әулеттің келіні боламын. Кемпірбай, Кәрібай деген үлкен азаматтар болған осы әулеттің бет тұстары, осы жалғырған жұлдыздар еді. Ол жаққа да жақсы адамдар керектен, ерте қайтысып кетті бүтін ерден. Сол кісілерге тағзым етемін, өйткені ол кісілер осындай тойды көретін, жасқа кетпей, елде елу жетпей, елудің ішінде елде қайтысып кетті. Сол Кемпірбай дегеннің жолдасы боламын, осы әулеттің құрметті келіні боламын. Мен мына жанында тұрған аға кішкентай мына құдаларыңыз мен үшін үлкен төбе, үлкен таудай төбе. Ол кісі өзі кішкентай болса да. Өйткені мен бұл әулетке келін болып келгенде осы аға ең құрметті маған көрсетуші. Негізінде бұл әулетке келіндердің бақыты бар. Келіндер келсем емес, өте бір үлкен жеткістер жақсы келіндер болып саналады. Келіндерге өте жақсы дәріптейді, жақсы жерге келдік балаларымыз. Сіздерге бұл ағаны айтып отырғаным, жас кезінде, біздің кезімізде, кішкене тамада кешірек, біздің кезімізде жастар ағамен қашып, әлгі газ пісеттермен қашып отырғанда осы аға талдырған болған алып келіп, мен алып қашып келген киноға барсақ, арықтан арқалап өтетін, сондай келін едім. Сондықтан осы ағама қазіргі тойды пайдаланып, 70-тегі келген келіні тақсым етіп, мына жас түскен келінге үлгі болсын деп, 70-ге келсем де ағаға кішкене сәлемімді берейін деп, мына жастарға үлгі болсын деп жатыр. Аға сізге үлгі сәлем. Сәлем өндіреді емес, шүмкеттесіз бе? Қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар шартақты ағайын. Міне қазақтың салтын ұмытпаған, дәстүрін ұмытпаған, көргендігін көрсетіп отырған біздің қадірлі ағамыз. Тағы да бір шақырып қойыңыздар ағайын. Айналайын тағада мен Шымкентте деген жұмыстарды құрғанда осы ауылда бәріміз біте қайтасып жетіп өскенбіз. Сондықтан мен мына келіндерге кейінгі жастарға үлгі болсын. Мына 70-тегі келін қандай екен, қазіргі жас келіндер қандай екен деп. Енді айналайын аңсар менен Ақмарал жаным, сендерге зор бақыт тілеймін, бақытты болыңдар. Шаңырақтарыңа шаттық тілеймін, махаббаттарың мәңгілік болсын айналайын. Мына отырған жастардың еңбегін, мына ата-бабаларының еңбегін ақтап, жақсы азамат болыңдар. Жаңағы өтіп кеткен кісілерді бекер айтып отырғаным жоқпын. Өздерін өрге сүйіп, осы қызметтің бел ортасында жүріп, сондай заманда өздерін өрге сүйген елінен өліп, халқының қалаулы адамдар еді. Сол адамдардың сіздерге рухы қоштап, жақсы азамат болуларына тілектеспін, шаңырақтарың шаттық деймін. Мына аталарым, кішкентай аталарым жасы 70-тен асқанда, осы кісінің жасын берсін, жамбылдың жасына жетті, балаларым бақытты болыңдар көп. Ой, қошеметтіңіз, рахмет. Ағалар, күліңіз. Осы екі жастың қуанышта келіп отырған қауымдар, сіздерге мыңда бір рахмет. Айналайын, ағайын туғандар, құдаларымыз мың жылдық болып, күйеу балаларымыз 100 жылдық болсын. Емін күні тұңғыштарыңыз қадам басып, отаусыз отырған күні, айналайын өздеріне ұқсап, үлгілі жанұя болсын. Бақытты болсын, махаббаттарың мәңгі болсын, сәнді болсын. Әр уақыт айналайын бір-бірлеріңді сыйлап өтіңдер. Әке-шешелеріне жақсы сыйлы балалары болыңдар.
Janlarınızga жақсы оқылай берсін. Қуаныш әр уақытта әр үйде бола берсін. Айналайын алтындарым бақытты болыңдар. Айтпағым Дағиярдың аға, немерелеріміздің бүгін отаусыз отырғаны құтты болсын. Соны айтпай кетті демеңіз. Сендерге жақсы өмір түсті. Сендер бақыттысыңдар. Біз құсап біреуін арқалап, біреуін жетектеп, среконменен великий стройкіде участвовать етіп, сендерді жеткіздік. Сендерге басқа өмір түсті. Біздер мынандай той болған жоқ. Туалеттен үстіне газет жайып бір бөлді жан сөйтіп өткізгенбіз. Татуды, өткіздік өмірімізді. 5-6 баладан өсірдік күнікей. Senin anne hakemdi, abban kalay yapmadı. Onun benim neyin yaptığını. Ben sendiketine benim vakti bolundan birlikte sürdürgen, birlikte geçtirgen, ağız birlikte bolundan. Korkmanlar işlerken, ben öz kömekleşemiz. Kazanıp da kömekleşir, orsun da kömekleşir. Benim birlikte orsun, terbiyelik olsun, ben ağzım şarkı. Akmaral, Ege'nin manaları, Mahmurlar, Akmaralcel, Anamın, Akbile'nin, Orundan, Anzat'ın, Ege'nin, Manalı, Kartal, Malalı, Diyelimdir, Ege'nin Akmış'ın bolundan, her başında oturan orundan, oturan orundan, her başında жақсылықтардың ортасында болсын. Рахмет. Сау болыңыздар, бақытты болыңыздар. Құрметті ағайын жежат, құрметті жаңа құдалар, Қазбек, жаңа құдалар, қадамдарыңыз жоқ. Бес құда пропал дейді. Біз мына нағашы жағынан. Ал енді, Назар мен Абдураллах дейтіндер, папа мен мамалар жат болыңыздар. Екеуі ұстап, екеуі жоқ. Бірігін ішпек жат болды. Бітірік нетін деп қана Мұрзалар беріп болды. Отар жоқ болды. Бір-бірін сыйлай өрді. Үлкендер сыйлайды әр уақытта. Кішілерді сыйлап, ерлері тау болды. Бақытты болды. Ой бәрекелді. Мынау қошамет құрмет көрсетіп қойыңыздар қадірлағай. Қадірлағай, құлақтарыңызға 60 жылға бұл осы әулеттің үлкендері болған соң бөліп жатпай бәріне де сөз бердік. Барлықтарыңызға сөйлеттік. Енді осыдан кейін шыққан адамдардың 10 адам шықса, екеуі сөйлейді, үшеуі арақ ішіп қалғаны билейді. Дұрыс па? Сондықтан сіздерге мыңда бір рахмет. Осы әулеттің атынан, әр әулеттің атынан сөйлегендеріңіз, шаңырақтарыңызға той болсын. Еміре шөбелеріңіз бар. Сөйлеттік. Осындай аға әпкелеріміздің тілегін алып қойыңыздар. Татарлар айтады екен, стаканың жутали, оң қолыңа tutali, досыңыздың қатарында бұлқылдатып jutali деп. Бір көтеріп алып қойыңыздар, ішіп қойыңыздар, көтеріп қойыңыздар. Осындай әдемі ақ тілектен кейін ортаға шақырылатын Тілеутайдай ұлдарымыздың әдемі әнімен ортаға шақырамыз. Сүйінбай ата атындағы филармонияның әншісі. Қошемет, құрмет көрсетіп қойыңыздар.